бүгін бір керемет жиынға, той жиынға арналған салат жасап жатырық. Негізгі бүгінгі жасап жатқан салатымыз екі түрлі салат. Көкөніс салаттары десек те болады. Бірыңғай мына көктемге, мезгілге арналған керемет, өте дәмді, пайдалы, дәруменді салат. Бірінші салатымыз бұл жаңағы капустамыз, пекинский капуста. Ал құрамын айтып өтейін. Жалпы пекинский капуста бір басы, енді үлкен біз жиын болғандықтан екі бас турап жатырмыз. Краб, майонез, горох, алма құрамдарын өздеріңіз көріп тұрғандай осындай салаттармен жасап жатырмыз. Енді мынау екінші салатымыз көкөніс сәбізден жасалған салатымыз. Сәбізді майлап арнайы теркіден турап, тұзы бар, қосатын жаңағы. Одан соленый огурцы тұздалған, және кәдімгі свежий балғын қиярды, жаңағы приправамызды арнайы сәбізге арналған. Одан кейін жаңағы петрушкамыз, пиязымыз дегенде осындай көкөністерді мынау сәбізімізді ең бірінші сәл ғана майдан қыздырып, немесе оливки, немесе сәл ғана қыздырып алып, соны араластырып жіберуге болады. Сәл ғана. Одан кейін қосқан мені қалған уақыттарда міндетті түрде жаңағы уже қоспаларын турап, өздеріңіз видеода көріп тұрғандай осындай жіңішке қылып, төрт бұрыштығып, тұзды және жасып алған пияларымыз турап болғаннан кейін жапыраққа салат жапырағы, петрушкамызды, укромызды барлығын майдаламай, ірілеу етіп турап, қосып, барлық қоспаларын, чеснок бар, жаңағы чесночный кетчуп бар, соны мен бұл жерде трижелание қосылып отыр. Қосып, тұзын дәмін көріп, араластырып дайындалады. Өте дәмді, керемет салат болып шықты ғой енді. Жесең жегің